Апа, жер құрық деген дәстүр бар екен ғой, бұл не? Дұрыс айтасың балам, немере. Жиен құрық дегеніміз жиен немере мен немере нағашы жұрттың арасындағы қазақтың салт дәстүрі. Ол салт дәстүр негізі бұрыннан бері бар, бірақ та сол дәстүр оның атауымен аталмаған қазіргі заманда. Бұрын жиен құрық деген атпен аталған. Ол жиен құрық дегеніміз жиен нағашылар нағашының үйіне келген кездегі беретін заттың немесе малды берген кезде соны жиен құрық деп атаған. Апа, жиен құрық енді түсін. Рахмет. Анасы, не пісіріп алсын? Себет нан пісірейін деп жатырмын, қызым. Енді сен саған көмектесің. Келе ғой, қызым, отыра ғой. Біз қазір себет нан пісіреміз. Оның ішіне не қосатын құрамын білесің бе? Өткенде пісіріп едік қой екеуміз. Білемін. Айта ғой. Тұз қосамыз, жұмыртқа қосамыз, қант қосамыз, ұн қосамыз. Бәрін біледі екенсің ғой, қызым сен. Қазір екеуміз себет нан пісіреміз. Енді қойсаңыз. Себет нанды тесте 40 минут пісірдік. Мынау анасының пісірген себет наны, мен пісірген себет наны. Балам, бұл түйе жануары, қасындағы ботасы. Бұл түйе көшпелі халық үшін өте пайдалы жануар болған. Қазақ халқы ерте заманнан бері түйені көлік ретінде пайдаланған, жүк тасыған. Сонымен қатар түйенің сүті, шұбаты, еті пайдалы болған. Денсаулыққа шипалы сусын. Балам, түйенің жүні жылы киімдер жасауға қолданылады. Түйенің баласын бота деп атайды. Бота өте сүйкімді келеді. Ол анасының сүтін еміп өседі. Балам, мынау құмайтазы. Қазақтың ежелгі аңшылық ит тұқымы. Құмайтазы 7 қазынан біріне жатады. Ол өте жүйрік, алғыр, сезімтал келеді. Қасқыр, түлкі, қоян сияқтаңдарды қуып ұстайды. Иесіне өте адал болады. Жүгіру жылдамдығы өте жоғары, көз ілеспес жүйрік болады. Бұл менің шаңырағым, менің отбасым, біздің үйіміз мейіріммен қуанышқа толы. Біз бір-бірімізді жақсы көреміз. Біз тату-тәтті өмір сүреміз.